Анам өзін іштен сөндіріп кетті. 6-да едім. Сол күні үй тым-тыныш болды. Тек су ағуының дыбысы және ішкі дауыстың сыбырлауы. Бәрі өзгерді. Ваннаның есігі жабық. Ешкім ашпады. Ешкім түсіндірмеді. Сол күні бала болуды доғардым. Анам кеткен соң үйге кеш сайын қонақтар келетін болды. Олар күледі, ішеді, айқайлайды. Мен солардың көлеңкесінде жүрдім. Ас үй мен өз бөлмемнің арасында жүгіретінмін. Тыныш жүгіруді үйрендім. Еден сықырламайтындай. Есікті ақырын жабуды үйрендім. Ешкім естімейтіндей. Әкемнің інісі ерекше жиілеп кетті. Келсе болды мені іздейтін. Қарындасым кел деп күлді. Мені тізесіне отырғызатын. Қолынан иісі мүңкіп, кеудесі ауыр дем алып тұратын. Жылама, күлімде деп сыбырлайтын құлағыма. Мен денемнен алыстап кететінмін. Тек төбеден қарап тұрғандай. Бір күні киіміммен бірге жуынатын бөлмеге тығылдым. Судың астында отырдым. Жыладым ба, жоқ па, білмеймін. Су ағып тұрды. Ішімдегі қорқыныш тоқтамады. Құлағымды жауып, көзімді жұмдым. Жоғалып кетсем ғой деп армандадым. Бір кеште мен әкемнің достары келгенде шкаф ішіне кірмедім. Тұрдым, қарадым, басымды бұрдым. Сол сәтте біреу айқайлады. Ана қыз не қарап тұр? Шапалақ тиді. Күлкі тоқтады. Мен қайтадан жоғалдым. Бұл менің екінші естелігім. Қашып құтылмаған бала шақ. Бірақ бұл да бастамасы ғана. Жалғасы келесі бөлімде.